қазақ футболындағы бір тарихи кезең. Алматы тұңғыш рет чемпиондар лигасының әнұранын естіді. Қайратқа бір ғана өкінішім бар. Ол жаңа билет тұрғысынан мен ойлаймын, өте миға сыймайтын сомаларды қойды деп, енді қанша жерден жекеменшік клуб болса да. Стадионда 23 мың адамның шуын мен естімедім. Боранбаев красавчик дейді мысалы Боранбаевқа тиесілі актив неше процентін Қайратқа құйды деген саяси сауал жатыр ғой. Қазспорт осындай нәрсеге дайын болмау деген бұл өте үлкен катастрофа. Құрметті көрермен, бүгін біз жаңа спорттық подкаст бастағалы отырмыз. Ал алғашқы түсіріліміміз тарихи матчпен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан Қайрат пен Реал арасындағы кездесуді талқылау үшін студиямызға спорт журналистері Қанат Базылхан мен Асқар Хамиденді шақырдық. Қош келдіңіздер. Кеше матчты көрдіңіздер. Эмоция қалай? Осыдан бастасақ әңгіме. Чемпиондар лигасы дегенде енді эмоция ерекше болады ғой. Енді матчтың қалай аяқталғаны ол маңызды емес. Егер таза эмоцияны айтсақ, жақсы бір эмоция болды. Өйткені бұл да бір қазақ футболындағы бір тарихи кезең. Алматы тұңғыш рет чемпиондар лигасының әнұранын естіді. Жаңағы ине жаншар орын жоқ. Жаңағы алаңдағы жігіттердің жанкешті қимылы, бір алғашқы 25 минутта жақсы эмоция сыйлады. Енді терезесі тең ойын болды басында. Бұлай енді таза нейтрал көрермен ретінде бір демалыс сыйлайтын бір оқиға деп қабылдау керек. Бұл Алматы үшін, Алматының тұрғындары үшін, сосын тұтас Қазақстандағы футбол жанкүйерлері үшін бір тамаша бір құбылыс, қазақ футболындағы кезең, бір есте қалар. Мереке дейсіз ғой. Мереке, футбол мерекесі. Футбол өзі әлдеқашан мерекеге айналған спорт түрі ғой. Анандай спорт деген түсініктен әлдеқашан шығып кеткен, ауқымы кең, әлеуметтік жағынан да қарауға болады, мәдени жағынан да қарауға болады, бизнес жағынан да қарауға болады. Жаңағы таза спорт деп қарау уже келмейді да, футболдың масштабы кетіп қалған. Ал чемпиондар лигасы енді әлемдегі нөмір 1 турнир. Я енді бас бапкер Оразбақтин жалпы тактикасына қандай баға бересіздер, не жетпеді деп ойлайсыздар? Баспасөз мәслихатында жалпы біз Реалды зерттедік, кемшіліктерін анықтадық дегенде айтып еді. Қандай кемшілік болса да Реалға қарсы мен ойлаймын, шанс 100-ден 1 болды ғой. Оны жалпы енді букмекерлік кеңселерде көрсетті ғой. Қайраттың жалпы тактовкасы басталған кезде. Енді чемпиондар лигасында осындай жалпы кезеңге формат ауысқаннан кейін Қайраттың түсуі өте күшті жарнама. Қазақстанға енді топ командалардың келетін, басынан жеребе болмай тұрып білдік қой, кемі 2-3 команда келетін. Сондықтан Реалдың түсуі, әсіресе жаңағы Атлетико Мадридтен ұтылып қалуы да бір қазақтар үшін жақсы болған сияқты менің ойымша, себебі толық құраммен келді, ең жұлдыз құраммен. Соның бәрі маркетинг тұрғысынан, туризм саласы болсын, жалпы осы Қазақстандағы әлеуметтік жағдай төмен болсын, бай болсын, кедей болсын, жалпы орта тап болсын, жоғары тап болсын, барлығына бірдей эмоция сыйлады. Оның барлығы өйткені ол әлемдегі номер соңғы 20 жылдықты алатын болсақ, енді Еуропадағы номер 1 клуб қой, оны мойындауымыз керек. Жетістік жағынан болсын, бюджеті жағынан болсын, жанкүйерлері жағынан болсын, жалпы әлемдік жұлдызды ойыншылары жағынан болсын, Реал өте ауқымы кең. Әйтпесе оған дейін де мысалы енді Астана ойнады ғой топтық кезеңде, ол кезде формат өзгеше болды. Одан кейін жаңа топтық кезеңде ұпайға таласқаннан кейін командалар Манчестер мысалға 2-ші құрамын алып келді Қазақстанға. Одан кейін былтыр мысалға Челсимен ойнаған кезде Челсида жаңағы ағылшын премьер лигасына аралас құрама алып келді. Оның барлығы енді жанкүйерлердің жаңа қызығушылық тұрғысынан тікелей әсер етеді. Салыстырмалы түрде алған кезде Реал қазіргі таңда мысалы топ команда. Енді Манчестер Юнайтедтің әлемде негізі Реалдан жанкүйерлері көп. Бірақ соңғы жылдардағы нәтижелері жанкүйерлерді сақтап қалуға тікелей әсер етеді. Енді мен Қайратқа бір ғана өкінішім бар. Ол жаңа билет тұрғысынан мен ойлаймын, өте миға сыймайтын сомаларды қойды деп, енді қанша жерден жекеменшік клуб болса да УЕФА-ға барлық кінәні жауып қойды. Негізі УЕФА дәл ондай диктовка ешқандай клубқа айтпайды. Сіздер міндетті түрде осындай баға қою керексіздер деп. Тек қана олар өздерінің серіктестеріне, одан кейін Реалдың мысалы 23 мың болса, соның 2300 билетті Реалдың фанаттарына сату керек. Қайрат қалғанын өзі біледі негізі. Сондықтан УЕФА-ға жаба салды біріншіден, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Одан кейін көп билеттер енді естуімше жаңағы корпоративтік заявка арқылы сатылып кеткен. Жалпы көрерменге баға жағынан болсын өте тиімсіз болды деп есептеймін. Бұл жалпы Freedom Ticket-он деп атап отыр ғой қазір. Кеше журналистердің чатында да бір мәселе болды. Ол солардың кемшілігі өте үлкен кемшілік деп ойлаймын. Себебі осыған дейін бұл енді әлемдік деңгейдегі іс-шара ғой, жалпы оны футбол деп қарастырсақ ол жарайды.
Джейлоның концерті болды, тағы да жұлдыздар келді, Димаштың концерті болды. Көп қой бізде. Осындай жалпы Реалмен салыстырмалы түрде енді соңғы уақыттағы Димаштың концертін айтуға болады, Джейлоның келуін айтуға болады, былтырғы Челсидің тәжірибе бар дейсіз ғой. ғой. Тәжірибе енді ол кемшіліктер осыған дейін болып келе жатқан кемшіліктерден сабақ алу керек еді. Ол жасалу керек еді. Бізде андай ғой, монополист компаниялар Қазақстанның түбіне жететін болды. Мысалға, Каспий банк, құртты ғой, бонустың бәрін алып тастады. Қарапайым енді тілмен айтып. Тикетон, мысалы заказ билет екеуі бір-біріне конкуренция бола алмай жатыр. Екеуі де бір орында тұрып қалды да дамымай қалды бұл сала. Мысалға Барыс хоккей клубы кезінде өзінің жеке билет сататын сайтын ашты. Қайраттың кеше жасаған приложениесі мүлде керекке іске аспай қалды. Енді осының бәрі монополизмнің белгілі бір салаға белгілі бір адамдардың келіп солардың лоббиін жүргізу деген мәселе де бұның барлығы. Сондықтан қарапайым халық бұл жерде зардап шеккен. Есесіне нағыз жанкүйерлер бара алмай қалды. Енді ол көрдіңіз ғой, ертең мысалы 5 күні жетісумен ойын болады, қандай мысалы. Жаңағы менен де сұрайды да, қандай не ұнамады деп, не дайын болды, мен айтамын жанкүйер дайын болмады деп. Енді Астанада отырғанда ол стадиондағы атмосфераны сезе алмаймыз ғой ол жерде. Бірақ телевизордан қарап отырғанда стадионда 23 мың адамның шуын мен естімедім. Бір тып-тыныш сияқты. Ана жерде 12-ші ойыншы деген түсінік бар ғой. Сен алаңда ойнап жатсың ба, саған 12-ші ойыншы көмектесу керек. Жаңағы 23 мыңнан айқайлап, қиқулап, ең құрмағанда 1-2 қауіпті соққылар жасау керек, бір гол соғу керек, жанталасқан ойын болу керек. Жаңағы эмоция болмады. Соған осы билет сатудың содан ақ білуге болады да, жаңағы бір қитұрқылық бірдеңелердің болғанын. Өйткені нағыз жанкүйер болса ол ана жерде Қайратты айғайлап тұрып отырмайды ғой. Ана жерде сол нейтрал, көбінесе сол реалды көру үшін. Мен ойладым, футболға жиналмады кешегі адамдар, бір театрға жиналды. Бір мәдени іс-шараға жиналды. Мәдени. Просто реалды көріп отырып, көріп қайтайық деген сондай болды. Гештальт жабылды ғой, бір адамдар бүйтіп жазды ғой. Жаңа сіздің сұрағыңыз Оразбақтин қандай тактика қояды деген. Енді Реалға шыны керек енді тактика қоюдың қажеті жоқ қой, енді ол автобус қоясың, басқа қандай тактика қоясың. Бұл жерде жаңағы футболшылар мен бапкерлер штабы да өзі бұл ойынға айту, сендерді ешкім сынамайды, сендерді ешкім жамандамайды, қалай да болса да ойыннан ләззат алыңдар деген сияқты болды. Ойыннан ләззат алыңдар. Өйткені ол өздері де мәз ғой ана жерде. Сен мына жерде команданың 4-3 отырған кезде ана біздің жаттықтырушылар штабын көрсетті, жаңағы егер қарасам бәрі мәз отыр. Ана жерде бір топты аспанға тепті. Сен ана жерде атып тұрып айғайлауың керек қой. Ал олар мәз. Олардың өздері сол бір мереке деп қабылдаған сияқты. Бұл жерде ешқандай спорттық принцип болған жоқ. Тактика қою, сен анда ойнау. Мүмкін енді кішігірім болған шығар. Мысалы келесі ойындарға дайындық ретінде, жаңағы ішкі чемпионатқа дайындық ретінде, ал бұл жерде тек мереке ретінде қалды жаңағы жанкүйерің бар, басшылығың бар, ойыншыларың бар, бапкерлер штабың бар, бүкіл Қазақстан бар тек. Оқжетпеспен матчтан кейін Оразбақтин енді ашық айтты ғой, біздің басты мақсатымыз қазіргі Қазақстан премьер-лигасында жеңіске жету деп. Сондықтан енді екі фронтта ойнау енді айтады, біз кеше мысалы матчтың басында айтты, біздің жігіттер үйреніп қалды, бірінші маусым ойнап отқан. Қалай енді сіз біздегі енді біздің жалпы жүйеміз еуропалық жүйемен сәйкес келмейді ғой. Бізде көктем жаз күз бізде уже аяқталып жатыр, маусым аяқталып жатыр. Қазір ұлттық құраманың ойындары бар, үзіліс бар. Ол ойыншыларға қалай әсер етеді? Оның фонында үлкен мәселелер бар негізі. Жалпы мен осы жеребе тартылған кезде бірден айтқам, Реалдың жалпы ұпай алуы қиын топтық кезеңде. Мен керісінше Реалдан ұпай алуға болады екен деп ойладым негізі. Себебі бұндай топ командаларға қарсы жігіттер бірінші рет ойнап жатыр, өздерін дәлелдеуге тырысады, мотивация өте жоғары болады. Бірақ енді көрдіңіз ғой, жанкүйерлердің факторы өзіңіз айтпақшы тікелей ойыншылардың настройына әсер етті, дұрыс бір жетпей қалғандай болды. Бүкіл вниманиенің бәрі Реалдың ойыншыларына болып кетті енді. Андай ғой, бір жаққа ауып кетті да. Бірақ енді оның екі жақ тұсы бар да, мүмкін Қайраттың ойыншыларында напряжение түсті жаңағы. Оларға қатты ешкім қызығушылық танытқан жоқ. Елдің бәрі Мбаппенің сумкасын, жаңағы Луи Виттонның киімін талқылап кетті ғой. Біздің қазақ қоғамы Чемпиондар лигасында Реал Мадридте жаңағы бір әріптесіміз Реалдың фанаты жазып отыр. Енді мен Реалды өзім бақыламаймын, Реалдың болельші жанкүйері емеспін. Алмас Алтай деген әріптесіміз бар. Мықты жанкүйер енді Реалдың. Сол жазып қойыпты, Реалдың 10 жылдан ба 20 жылдан бері жаңағы 10 жылдан астам Instagram парақшасын бақылап жүрмін дейді. Сол кезде мынаншалықты пост бір клубқа қарсы кездесуде Реалдың аккаунттарына салынбаған дейді. Сондықтан енді қазақтар әлеуметтік желіде бүкіл ана Threads деген жаңадан пайда болған әлеуметтік желіде жалпы шетелдіктер жазады ғой. Мына қазақтардың жаңағы несі ма, приложениесі ма, жаңағы әлеуметтік желісі ма деген. Сондықтан бізде бір андай бір соңғы кездері соны бір мақтаныш көру, анау Инстаграмына салыпты, Джейло келді, неге ол Инстаграмына салмады, анау неге бүйтті, анау неге бүйтті деген бір арзан мақтан әлі біткен жоқ. Ол ана кіші халықтардағы комплекс. Кіші халықтардағы комплекс ол.
бізге біздің көршілерімізге өз өзіңді дәлелдеу, өз өзіңнің бір басқадан артықшылығыңды көру келу, біреудің сен туралы жылы пікір айтқанын күту, жаңағы бірдеңеде бір айту, тана алмай жатқан ел, тана алмай жатқан ұлт, ол әлемге сенің қандай ел, қандай ұлт екенін керегі жоқ, ол бір сәттік қана нәрсе. Енді баспасөз маслихатын көрдім екі команданың да бапкерінен. Енді мен спорт журналистерінің әріптестеріме, мен енді Астана футбол клубында жасаған кезден бастап білемін, оның талай аузымызға тиген мәселе. Андай ғой, бапкердің аузынан, шетелдік бапкердің аузына сөз салып беру деген дүние бар да. Мысалы Хаби Алонсоға бір жалпы спорт журналист ретінде бір әдемі сұрақтар қойылса екен деп күткен едім негізі. Ол андай ғой, енді әлемдік бақ жалпы толықтай талқылайтын кездесу ғой ойынның алдында. Ол сіз қалай ұшып келдіңіздер, жанкүйерлердің вниманиесі қандай болды? Реал қай мемлекетке барса, осындай бұдан зор. 100 есе. Мысалы Қытайға барсашы, миллион адам жиналады оған. Ол андайда бізде бір сондай не ғой, кәсібилік кішкене жетпей қалды. Ол тәжірибемен келеді негіз. Бізде қателескенбіз, футбол клубында жасаған кезде талай қателіктер жібергенбіз. Бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыста да кемшіліктер болды мысалға. Жанкүйерлерді иінмен тексереміз деді, кеше иінмен кірген адам бар ма өзі? Мен мысалы талай даже мысалға қарапайым мысал мен айтайын, бір әріптесім журналистердің бейджигін бір күн бұрын берді, ойын алдындағы пресс-конференцияда. Соны бейджикті бәрі фотоға салды ғой. Мен аккредитация алдым, ойбай деп, анан енді алтын медаль ұтып келгенде олимпиададан. Біздің әріптестеріміз оның бәрі. Реалдың ойынына аккредитация алдым деп салды да. Сосын анау атын айтпай ақ қойын, тоже спорт журналисті өзіміздің әріптесіміз, оған аккредитация бермеген. Ол не істейді? Барғанда жаңағын дәл сондай жасатқанда 350 теңгеге распечатка жасап алғанда, мойнына бейджик таққанда стадионға кіріп кеткен. Принтерлер қазір неше түрін басып береді. Жоқ, дәл сондай баса алады. Ол өйткені ана басқа әріптесі фотоға түсіріп салды ғой. Бір жерге барса жасап береді. Енді қараңыз, мен қазір спорт қорында жұмыс істеймін, 160-тан астам елімізде федерация бар. Мен айта берейін, мәселе енді бүкіл спорттағы регламенттерді білемін. Бірақ ең озығы негізі осы футболдағы регламент. Және үлкен теннистегі регламент, жалпы журналистерге қатысты. Біздегі өте үлкен мәселе сол. Мемлекетке тәуелді, кешегі мысалы Қайраттың ойындағы мәселелер бар, ол мысалға регламенттен шықты ғой бүкіл мәселе. Регламент бойынша жаңағы журналистердің чатында бір әріптесім жаңа жазып жатыр, Қайрат бізге түсіруге рұқсат берген жоқ. Ешқандай. Түсінбей тұр ғой олар. Енді бродкастер, мен қарапайым тілмен түсіп жатырмын. Қазспорт ұлттық арна, бұл жерде бродкастер, олар ғана түсіреді. Алаңдағы видеоны түсіруге болмайды. Сіз жалпы қазір Заворотам енді бәрі түсірді ғой, оның бәрін YouTube блокировать етеді. УЕФА-да өте қатты қарайды оның бәрін. УЕФА оған өте қатты мән береді. Бірақ матч алдындағы неме трансляцияны көрдім. Алонсоның жаңағы 100 сұрақтың 90 сол Атлетикоға арналды. Өйткені бұл жерде былай ғой, жаңағы спорттың дамуы сенің марқұм біздің ұстазым Амангелді аға айтатын, спортың қандай, спорт журналистің де сондай дейтін. Яғни спорттың кері кетсе, сенің спорт журналистің дұрыс емес деген сөз. Өйткені спорт журналисті әділ болу керек дейтін. Ол тәуелсіз болмау керек, ол әділ болу керек дейтін. Әділ журналист жаңағы шындықты, проблеманы айтқан кезде, ол жаңағы спортта өзі бір рельсіне түсіп, өзі жөнге түсетін. Ал сен егер жаңағыдей мүдделерге қарай жұмыс істеп кетсең, жаңағы онда олар да білгенін істейді деген сияқты. Бір жерде тұздық сол ғой. Біз футбол енді футболдың дамуын көргіміз келсе, футболдың бір бағытқа жаңағы европалық бағыт алғанын көргіміз келсе, біз де өсуіміз керек. Біздің журналистер де өсу керек, спорт журналистер деген бөлек ол. Спорт журналистер өсу керек. Ол өсу деген тіл білу керек ең басты. Біздегі проблема, біздің қазақ журналистеріндегі ең проблема тіл білмейміз. Біз тіл білмейміз. Оны мойындауымыз керек. Сен тіл білсең бір шаг алдыдасың жаңағы. Кім айтып жатқан қыз-жігіттердің бәрі тіл біледі. Олар сонысымен озық, олар сонысымен. Бірақ қоғам ондайларды қабылдамайды. Қоғамға қазір басқа популизм, басқа хайп керек. Жаңағы бір күндік, бір сәттік, бір күндік жаңағы эмоциялар керек. Мысалы, Қайраттың айналасындағы эмоция, удың бәрі ол 10 күннен кейін ұмытылады. 10 жыл біз ол эмоциялардың бәрін 10 жыл бұрын көргенбіз. Мысалы, Астанадан көріп салғанбыз. 10 жыл бұрын Астана әлде қайдан тәуір нәтиже көрсеткен. Өз алаңда бірде бір ойын ұтылған жоқ, жаңағы Манчестер ұтты. Ол одан кейінгі кезде өз тұрақтылыққа айналды. Астана кәдімгідей ода европалық менталитет қалыптасты. Бірақ оның стратегиялық дамуы дұрыс болмады, стратегиялық дамуы. Так ол кәдімгі европалық менталитеттегі команда Астана. Астанадан бәрі қорқады. Астана арена кәдімгідей ол кәдімгідей үйі болды. Ол жерге кәдімгі бәрі тізестеріліп кіретін. Бұл жердегі әңгіме не? Осыдан 10 жыл бұрын көрген эмоцияны 10 жылдан кейін көріп жатырмыз да. Бұл жерде даму туралы айтудың қажеті жоқ. Бізде футбол ешқашан дамып жатқан жоқ әлі. Әлі бір жолға түскен жоқ. Бұл жеке бір команданың өзінің жетістігі.
бұл жетістіктің ар жағында Мишель Платини жатады. Мишель Платинидің жаңа Шығыс Европа, мынау Қазақстанның командалары ойнасын, жаңа ақша тартайық, сол жаққа қарай аудиторияны бұрайық, мүмкіндік берейік деген ол реформа. А бұрынғы реформасы біз әлі шықпайтын едік. Қазір мынау кейінгі реформалардың арқасында бүкіл анау УЕФА монополист қой. Ол монополияға айналып бара жатыр. Ол FIFA-мен бәсекеде біз мысалы азиялық менталитет. Біз Европаға ешқайда сорпасы қосылмайтын елміз. Біз азиаттармыз. Біз түріміздің өзі азиат. Біз европалық менталитет емеспіз. Бірақ біздің сол бәрібір Европаға қалады да, олар Азияның аудиториясын таласып отыр қазір. Сауд Арабиясы, қай жақта ақша бар. Сол секілді әңгіме. Аудиторияны кеңейту деген мәселе ғой енді. Оны жаңа енді Қайратқа айналып әңгіме сол Қайраттан шығып жатыр ғой, сол мен сол шындап келген кезде Қайратта бізге енді сұраған кезде жалпы өзім аккредитацияға өтініш берген жоқпын, білдім адамның көп болатындығын, бірақ берген әріптестерімнің айтуынша бас тартқан себебі өтініш тым көп. Ал берілген аккредитация ол бір 25 шақты ғой деймін, қателеспесем. 100 адамдай берді ғой, фотограф, жалпы журналистердің ішінде. Журналистер енді мен арасынан Ермұхамед Мәулен, жаңа өзіміздің 5-6 әріптесімізді ғана көрдім. Қалғандарын мен мысалы Артур деген жігітті мысалы мен спорт журналисті деп айта аласыз ба? Енді сол ғой, соны ешкім танымайды, бірақ блогерлердің көптеп жүргенін көрдім. Сіз көрдім. қараңыз, мен сізге қазір әңгіме сол ғой, көрдің ба? Кәсіби футбол журналистері қалды, олар керек емес, қазір блогер керек, анандай. Сосын кейін анау аудиториясы үлкен адамды іздейді олар, аудиториясы үлкен. Қайраттың жалпы басынан бастап жасаған, мысалы Боранбаев мырзаны, оны енді елдің бәрі мақтап отыр ғой, қарапайым мысал айтайын. Ол профильді СМИ-мен профильді, мысалы айтады ғой, бір спортқа бағытталған, мысалы Sports.kz кезінде енді хит болған нелер бар ғой, олар да монополист болды ғой. Көрдіңіз бе, Sports.kz айтады, сен бізге ақша бермесең, біз сені жамандаймыз дейді. Стратегия сондай болды, мен сізге айтайын, 10 жыл бұрын. Қазір де мүмкін сондай шығар. Қазір мен одан алшақтап кеттім, нақты айта алмаймын. Енді қараңыз, оның бәрінен бас тартты да. Онымен ешқашан жұмыс істеген жоқ Боранбаев мырза. Ол алдыда мен оған 500 мың теңге ақша бергенше, мен Затиба Бәкеге общий кәдімгі қарапайым ауылда да, қалада да, байда, кедейде оқитын Затиба Бәкеге 10 миллион берейін деп, енді формально айтып отырмын, берді деп айтып отқан жоқпын. Солармен жұмыс істеді. Сосын анау Ермұхамед Мәуленмен жұмыс істегенше, ол сол кезде сондай болған пікір. Мен анау Марат Оралғазимен, 2-3 КВНщикпен, Мадина Садуақасовамен, болмаса там Еркебұлан Мырзабекпен жұмыс істейін деп, сол форматты таңдады. Түсіндіңіз ба? Ал енді оның жемісін қандай кезде көреді Қайрат? Қазір көріп жатыр. Өйткені қазір бақайдағы футболға 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын, футболды вообще көрмеген, Реал Мадридтің кім екенін білмейтін адамдар бар ғой. Ондай жетеді Қазақстанда. Өзі бала шағасымен, жаңағы күнделік табысымен мың болып таксовать етіп жүрген адам. Оның барлығы айтып кетті ғой. Өйткені ол бір күнде жасалған дүние емес. Ол кәдімгі 10 жыл бойы Қайраттың жұмысы сол общий аудиторияға жұмыс істеді. Ол жаңағы тек қана футбол көретін аудиторияға, болмаса спорт талқылайтын аудиторияға жұмыс істеген жоқ. Кім красавчик? Затиба Боранбаев академия салды. Пропаганда қалай жүр? Ол халықтың миына бәріне сіңірді. 2-6 ай бұрын Боранбаев түрмеге қамалып, мысалға 90 миллиард активін мемлекетке қайтарды деген мәселенің барлығын ана фонда ұмыттырып жүрді. Оның артында үлкен осының барлығы мысалға сіз спорт журналистері айтты ма біреу? Боранбаев красавчик дейді мысалға. Оның сіз Боранбаев өзінің тиесілі активінің, мысалы Боранбаевқа тиесілі активінің неше процентін Қайратқа құйды деген саяси сауал жатыр ғой. Сіз қазір білесіз ба, мысалы айта аласыз ба? Неше процент? Ешкім білмейді Боранбаев қанша активі бар екен. Ашық дерек көздерде ешқайда жоқ. Ал жыл сайын осы 10 жыл, қай жылы Қайратты сатып алды Боранбаев мырза? 10 жыл бойы мысалға акиматтан алып келген ақшасы жоқ емес бар ғой. Балалар мен жасөспірімдер спортын дамытуға деген қаржы алып отыр. А біз айтамыз Қайрат таза жеке клуб деп. Мен онымен келіспеймін мысалға. Тендердан ұтып алатын лоттары бар, ол ашық дерек көздерде бар. Қайрат балалар мен жасөспірімдер спортын дамытуға деп, әйелдер футболына деп алып отырған команда. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде өте үлкен, енді мен спортты саясиландыруға дырғым келіп тұрған жоқ, бірақ андайда жалпы біз мағлұмат берген кезде халыққа манипуляция жасамауымыз керек, популизммен айналыспау керек деген нәрсені айтқым келеді. Спорт журналистер бір адамның сойылын соғып кету дегенді доғару керек. Қазір президент мырза айтты, клубтарды жекешелендіру керек деп. Енді сіз жекешелендіру керек деген бәрі ойбай анау Каспий жеңісті алатын болыпты, Турлов Шахтерді алатын болыпты деп ұрандап жатыр. Енді оның артындағы мәселені қараңызшы. Мысалға ешкім сақтандырылмаған ғой, елдің бәрі Боранбаев сияқты успешный Назарбаевтың құдасы болмайды ғой. Былайша айтқан кезде, ойны сұрақ жай әзіл үшін айтып жатырмын. Мысалы қараңыз, Турлов мырза 2 Шахтерді алады, жеке меншікке алады Шахтерді. Бір құдай біледі, мысалға 2 жылдан кейін Турлов банкрот болса, Шахтердің тағдыры не болады мысалға?
Шахтер УЕФА зарплата төлемесе, бір футболшы қазір УЕФАға жазса, ол жабады, банкротство. Қазақша бизнес бар ғой бізде, банкрот деген әдемі сөз бар ғой. Сосын атын өзгертеді, сосын бір бүйтеді. екі жылдан Қайрата қайтадан сондай жағдай әкімге байланысты ма? иә Облыс әкімі кім болады? енді олар мүлде соның- қаржы жоқ, қалған жоқ та жоқ, соның ар жағында енді мәселе енді туындау керек та. Анау біздікілер жаңа популизммен айналысқанды қойып, нақты жекешелендірудің жолын іздеу керек, қарау керек, қалай дұрыс болатын. Мысалға бір клубқа мүмкін 10 жылға беру керек, мүмкін 50 жылға келісім шарт жасату керек деген сияқты ғой. Мысалға қараңыз, Турлық мырза Қарағандыда Шахтерге академия салып бастаймын деді, бірақ енді 50%-ын қателеспесем, мемлекеттік бюджеттен, Қарағанды облысының бюджетінен бөлінеді, қалған Турлық береді. Оның ертең содержаниясы кімге болады? Мысалға қарапайым мысал, Астана арена. Астанадағы бүкіл спорт комплекстері, бүкіл жекпе-жек сарайы, МТК-қа тиесілі. Барыс арена. Мысалы Барыс хоккей клубына деп салып берген Барыс аренаны управляющий организация басқарады. Барыс оған ана лётті алу үшін аренда төлейді. Сіз қандай логикаға сай келеді? Мысалға қараңыз, мемлекет Барысқа ақша бөледі, қарапайым 5 миллиард бөлсін дейші. 5 миллиардтың 600 миллион теңгесін сол Барыс аренаны арендовать етуге жұмсайды. Сосын оны МТК пайдасы, МТК соны біз управлять етіп жатырмыз дейді. Ол 500 миллион кімге зарплата беріп жатыр, лётқа кім қайда ақша кетіп жатыр. Андайда мемлекеттің ақшасы бір 3 клубтың арасында бүйтіп айналып жатыр, короче. Сосын оның еще жаңағы 500 миллион, 50 миллионын налог қылып төлейді мемлекетке қайтты. Мысалға Астана футбол клубы 5 миллиард бюджет. Астана аренаны арендовать етеді. 500 миллион ба 600 миллион просто сол аренда поляға кетеді мысалға. Одан еще жаңағы 12% па 15% падаға налог төлейді. Енді қай жерде логика? Мен ойымша сол Астана аренаны неге Астанаға бермейді? Офисі да бәрі соның ішінде болады. Астанаға айт, міне, мына стадионның жылдық шығыны болады ғой. Может 400 миллион шығар, білмеймін оны. Может 300. Астана сол 300 миллион таба алмай ма? Астана анаған арендаға төлегенше, Астана бір Джейлон концертін ұйымдастыр деп, наоборот бір компанияға арендаға беріп стадионды, бір концертпен тауып алады ол ақшаны. Халықаралық үзілістің кезінде, болмаса басқа үзілістердің кезінде. Бізде жаңағы ортада тұрған бір МТК деген нәрсе бар. Сол не істеп жатқанын білмейді ешкім. Делдалдар ғой, кез келген саладағы делдалдар ғой. Андайда, мысалға коммерческий предложение береді, мысалға жалпы журналистердің ортасындағы нәрсені айтайын, Асқарға толып қапты ішіне. Мысалға қараңыз, журналистердің ортасы қарапайым, енді қазір андай біз енді жүктедік қой. Бізден ақша алғаннан кейін сен де бізге пиар жасау керексің деп. Бұрын ондай болмаған ғой. Спорт қоры деген 4 жыл бұрын білдіңіз ба сіз мысалға? Мен мақтанайын, мысалға. Ешкім білген жоқ. Сосын біз требование ойлап таптық. Айтамыз. 50 миллионға президенттік клуб деген болатын. 50 миллион. Алсаң 50 миллионға сай жарнама жасау керексің. Оған ақша береді, бермейді, маңызды емес. Қазір ресурс көп қой, әлеуметтік желі бар, сайтың бар. Проблема жоқ. Каждый спорт клубында, каждый спортта бір жұлдыздан бар. Оның бәрін пайдалану керек қой. Асқар стадион деп жатыр ғой, енді кешегі орталық стадион көп сынға ұшырады. Енді ол сынға ұшырайтын түсінікті болды ғой, мен УЕФА. Оны ана бір ауыз сөзде жазады ғой, испан журналистің. Бұл жаңағы коммунистік, социалистік немеден қалған естеліктер ғой деді ғой жаңағы. Футбол стадионы деген ол айналасында жүгіретін немене болмау керек енді. Бұл жаңағы жеңіл атлетика манежі деген сияқты. Мен Қайраттың стадионы қалай 4-ші категорияны алғанына біріншіден күмәнім бар. Енді қараңыз, мен мысалға Селтик парк стадионында Астана УЕФА чемпиондар лигасының, Европа лигасының плей-офф кезеңіне шыққан кезде бардым, сырт алаңдағы ойынға. Енді қараңыз, олар қарапайым Селтик парк деген неше мыңдық стадион? 50 мыңдық. Спортингпен ойынға бардым. Ол да 50 мың шығар. 50 мың, соңынан айналасына ұмытып қалдым. Енді қараңыз, сол жерде олар жаңағыдай пресс-конференция өткізуге андай жерде рұқсат бермей, стадион жанынан палатка тіктірген. УЕФА сол кезде регламенті бойынша. Негізі Астана аренаның өзі чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнауға келмейді. Рұқсат бермейді. Жасанды алаңға қарамайды. Жаңағы УЕФАның партнерларына арналған зона болу керек. Ол рекламный контракттар УЕФАда басқа спорттық ұйымдардағы сияқты емес, міндетті түрде кемі 3 жылға жасалады. 3 жылға. Мысалы, Киямен болсын, Хайнекенмен болсын, мысалы, спирттік ішімдіктерді Қазақстанда жарнамалауға болмайды. УЕФА сол үшін мемлекеттерге байланысты таңдайды позициялар. Мысалы, Қазақстанда болмағаннан кейін оның орнына ЮНИСЕФ басқа нәрселерді қояды. Чипсилар. Иә. Енді қараңыз. Бұл жерде не айтып отыр едім? Стадион қалай өтіп кеткені маған таң бар да. Сондай, мысалға, үлкен клубтарда рұқсат бермейді да жаңағыдай нәрселерді өткізуге. Алматының Қайраты біріншіден әжетханасы сыртта. Бұл УЕФАның проблемасы, өте үлкен. Билетный системаны жарайды, пропускной системаны жасаған шығар. Өйткені мен соңғы жылдарда ең соңғы рет былтыр Бранмен ойында болған, Астана сол жақта ойнаған кезде, ол кезде ондай жүйе қиын болған Қайратта. Мәселе болған, то есть турникет мәселесі. Биыл жаңадан қойған сияқты. Одан кейін пресс-конференция зал, одан кейін жаңағы
УЕФАның партнерына арналған орын, гостевой сектор, мәселе көп қой, бірақ оны қалай өтіп кеткеніне мен таңғалдым. Енді ол өткеннен кейін ол жерде проблема болатын, конечно. Осыдан 20 жыл бұрын мен Алматыға ең алғаш келгенде 2005 жыл біз УЕФАға өтіп аттық қой енді. Сол кезде УЕФАның талабы болды осы орталық стадионға. Ол неме шатыр болу керек деген. Рахат Әлиев қой марқұм ол кезде УЕФА өткізген. Сол Рахат Әлиев ол кезде көрдіңіз тоже қазақы дипломатиямен алтана бір жағын шатырын салып берді. Сол осыдан 21 жыл. Екінші жылға енді соны салып жатыр. Міне уже деген кезде сол шала жалпы сол кезде өткізіп жіберген. Стадион 58 жылы салынды ғой деймін, қателеспесем. 70 жылға жуықтады. Бұл неге осы уақытқа дейін енді дұрыс стадион салынбады? Жоқ, қандай екі мәселе бар да, мысалы Амандық Баталов мырза енді кезінде Алматы облысының әкімі болды, сол кісі Елдар деген бір әріптесімізге сұхбат берген кезде айтыпты да, ол тарихи жәдігер ғой, солай сақтап қалуымыз керек орталық стадионды дейді да. Оның екі ұшы бар негізі. Реконструкция жасауға неге болмайды? Менде сұрақ. Алматыда стадион басқа жерден салынайын деп жатыр, иә? Біз ана мұңайт басыпты, мысалы, біз мысалы Астанада. Негізі, сіз мысалы қараңыз, иә, Еуропаның елдеріне барыңызшы. Париж, жаңа Париж бар, ескі Париж бар, мысалы, олар жаңағы ұлттық жәдігерлерді дұрыс күйінде, дәл сол күйінде болмаса да, жаңа стандарттарға сай қылып. Сен ана ағылшын клубтарын стадионын көрсең, шошисың ғой. Мысалы, Челсида пространство жоқ, фотоға түсе алмайсың, мысалы, Челсида. Сен бір жерге барсаң, астында 10 метр ғана заборға тіреліп қаласың, фотоға түсейін десең. Толық сыймайды ана жер. УЕФАның бұрынғы стратегиясы Чеферин келгенге дейін мен қателеспесем былай болды. Мына жаңадан қосылған клубтар бар ғой. Славия, Прага кейіннен басталды ғой, Шығыс Еуропа, Шығыс Еуропа жаңағы Скандинав елдері, кім Азербайжанның Карабахы, анау клубтар кіріп бастады ғой енді. Топтық кезең командалар санын үлкейтті. Сол кезде олар мына жаңадан кіріп жатқан командалар тәрбиелеп алайық деген нәрселер болды да. Ана кейбір бұрыннан ойнап келе жатқан клубтарға рұқсат береді да, мыналарға айтады, жоқ, бізде регламент талап қояды. Бұл жерде енді көрдіңіз, андай қитұрқы жолдарымен менің ойымша біраз мәселе шешіліп кетті. Одан кейін біздегі сақшылар, стюардтар тәжірибе болмағаннан біреуді ақшасына кіргізіп жүрген кешегенді ситуацияны көрсеңіз, бүкіл әлеуметтік желі. Бұның бәрі ана футбол менталитетін жоқ, футбол мәдениетін біз әлі қалыптаспаған. Біздің айтып жүрген футбол бұл футбол емес, әлемдегі біз әуесқойлық деңгейдегі шаруа. Мысалы сіз Реал Мадридтің қалай қызмет атқаратынын білесіз бе? Мысалы Манчестер келген кезде енді мен примерно айтып отырмын ғой сол деңгейде. Мысалы Манчестер Юнайтед Астанаға келерден бұрын 14 адам қателеспесем 2 апта бұрын делегация келді. Тексеріп кетеді бәрін. Қарайды, маршрут құрады. Ана гостиницадан мына жерге дейін неше уақытта жүреміз. Пробканың салмағын кешкілі уақытта жүріп көреді. Охраннигі мына жерде гостевой секторда қалай кіреді, қалай шығады, ана болельщик қалай жүреді, қалай шығады, мына гостиницада қай этажда кімдер жатады, осындай бронь, мынау локация дұрыс па, мынау локация дұрыс па, медиа офицер келеді, пресс-конференция зал қай жер, бапкер қалай келеді, ойыншы қалай кіреді, ашық жаттығу қай жерде өтеді. Оның барлығы үлкен стратегиялық жұмыста. Қайратта енді мен жамандағаным емес, мен ризамын ол бала, Арман деген өте адекватты бала, тіл білетін бауырымыз ғой. Оған бір кішкене жаңадай опыты бар адамдарды кішкене қосу керек еді жанына. Өйткені енді бұл ауқымды турнир ғой, ол бір адамның қолынан келмейді ол. Біз мысалы түнгі 3-ке дейін сол жерде қонып жұмыс істейтінбіз. Өйткені сенің жұмысыңа тікелей байланысты. Стюардтың жұмысы, бір жанкүйер поляға шығып кетсе, клубқа $10,000 кемінде штраф төлейсіз. Ана флайерді лақтырса, ол штраф. УЕФА саған ақша бергеннен кейін олар бүкіл регламентировать етіп тастаған ғой бұның барлығын. Енді әрине Алматы, мен ойлаймын, кешегі матч үшін УЕФАның делегаттары айналады ғой, билетный система қалай болды, оны бәрі қарап жүреді. Протокол бойынша неше стадионның сыйымдылығы 23 мың адам. Кеше ана тұрып тұрған адамның саны бір 5 мың болған шығар ана жерде. 25 емес, бір 30 мың. Сон мені бір сұрақ, жаңағы арканың үсті бос тұрды ғой. Сонда ол бір авариялық ситуация ма? Соны кіргізбеді, арканың үсті бос тұрды ғой. Ол бір 5-10 адам отыратын жеріміз, анау кәдімгідей біраз адам сияқты. Андай болады, мынау мүмкіндігі шектеулі жандарға орын. Жоқ, анау мүмкіндігі шектеулі жандар бара алатын жер емес, анау абай жағынан кірген кездегі арканың үстіндегі анау LED экранға қарама қарсы беттегі неме отыратын бос тұрды ғой. Оны енді есесіне жанкүйерлер билетпен де кіре алмай жүрді ғой. Енді ол бізде былай көлеңкелі бизнес қой, қатты дамып кеткен, енді оны мойындау керек. 3 сағаттап тұрып кіре алмадық, өзіміздің ресми сайттан билеттер. Ойыннан кейінгі эмоция сол кіре алмаған, сондай айғай шумен кетті ғой қазір. Қазір әлеуметтік желілерде бәрі сол. Нағыз жанкүйерлер стадионға кіре алмады. Нағыз жанкүйерлер адал адамдар ғой, анандай шынайы көңілмен барады ол. Қазір мен командама деп. Ал бұл жерде бәрі айттым ғой, жаңағы бұл спорттық принцип емес, спорттық жарыс көруге барған жоқ, бұл жерге футбол көреміз. Бұл жерге театрға барған сияқты барып тұр ғой адамдар сондай.
реалдың тамаша. оны қалай тәрбиелейміз сіздердің ойларыңызша, мысалы жанкүйер оны жаңағыдай ғой, Қанат ағамыз айтқандай, біздегі клубтар осындай деңгейде ойнай беру керек та. Ол андай ғой, бір күнде қалыпты. Мысалға қараңыз, сіз бірінші жыл группада ойнайсыз, бұл проблема. Қайратты ертең бастайды ғой, мысалы, бірінші ойында қандай кемшілік болды. Олар бүгін отырған шығар, мысалы. Кешегі совещание ашады. Сосын айтады, медиа офицерге айтады, журналистермен қандай мәселе отыр. Сосын список тізім береді, жасалады. Охранаға айтады, охранный система қандай проблемалар болды. УЕФАның делегаты мысалға ойыннан кейін келеді да, мысалға УЕФА қай жақтан келгенін білмеймін, кеше қараған жоқпын. Ол жаңағы төрешілерге, стадионға, безопасностьқа, билетный системаға, журналистерге, медиа зонаға бүкіліне отчет жазады олар УЕФАға. Мынандай кемшілік. УЕФАда енді тегіннен жасай бермейді ғой. Мысалға Алматы чемпиондар лигасында ойнаған үшін Швейцарияның Ньон қаласынан қателеспесем 2 фурама айдап келеді олар, 13 күн жүріп кәдімгідей. Ана ледборд, бүкіл рекламасын өздері құрады олар. Кәдімгідей. Сол жерде бұрын сондай болатын, енді білмеймін. Қазір жалпы кезеңде мүмкін Қазақстаннан адамдар жалдайтын бір нәрсе жасаған шығар. Бізде бір поляк жігіт келетін, Томас деген. 2 фура кәдімгі 2 фура айдап келеді, 3 ай тұрады Астана аренаның жанында. Сосын жаңа телевизор, мысалы LG болса, олар Samsung болса, УЕФАның партнері, LG-дің наклейка жабыстырып жауып тастайды. То есть көрсететін жердің бәрін, анау ледборд бәрін өздері әкеп, даже анау сіз ледбордты ұстап тұратын груз бар ғой андай. Соның өзін Европадан сүйреп алып келеді олар. Олар өйткені олардың рекламный контрактілері УЕФАға өте үлкен қаржы алып келеді да. Олар ана ұзақ жылға жасайды ғой. Иә, кемі 3 жылға жасайды реклама. Енді сосын УЕФА неге футболистердің құқығын қорғайды деген мәселе бар. УЕФАға бірінші кезекте рекламаны алып келетін, футболды жасайтын жаңағы бүкіл футболға революция жасаған негізі Криштиану Роналду мен Месси ғой. Олар миллиардерлер ғой. Иә, солар талап еткен. Сосын әлемде диктовать ететін 12 клуб бар УЕФАға, қателеспесем. Жаңағыдай мелкий заңдарына бағына қоймайтын. Реал Мадрид, жаңағы Барселона деген сияқты топ командалар, олар жаңағы қай жерінен наклейка жабыстырғысы келеді, олар жабыстыра береді, то есть основной партнерлары болса. Қайрат футбол клубына мен естуімше жаңағы Боранбаев мырзаның өзінің аузынан шыққан сияқты, осы 4 сырт алаңдағы ойында да чартерлік рейс ешқандай безвозмездный деді ғой. Олар жаңағы ақпараттық қолдау жасайды, аналар жаңағы оның өзі үлкен шығын ғой. Әлбетте, ал спортшыларға міндетті түрде жасау керек. Тағы бір үлкен мәселе ол онлайн трансляция. Асқар, сен өзің Астана клубында жұмыс істедің, көптеген турнирлерді ұйымдастыруға қатыстың. Сіз телеарнада жұмыс істедіңіз. Саяси қате болып кетеді ғой, бұл кісінің айтқан, бұл кісі хабарда жұмыс істейді. Сіздердің пікірлеріңіз, онлайн трансляцияны осы уақытқа дейін сапалы ұйымдастыруға не кедергі? Осы уақытқа дейін айтылып келе жатыр ғой. Біз чемпиондар лигасында трансляция жасау үшін бізге ПТС қайдан келетінін білесіз бе? Ресейдің ана Краснодарынан ба бір жақтан арендаға алатын достан. Қазір мен Қазақстанда соған УЕФАда кем 17 камера болу керек, қателеспесем. Егер өзгеріп кетпесе 18 камера. Кешегі режиссер пенальти болды ма, болған жоқ па дегенде меміміз айналып қалды ғой, өзімізге сен ал 17 камерадан сен алмай отырмыз. Қазақстан премьер лигасын айтпай ақ қойған, 5 камерамен, той түсіретін камерамен сіз оны айтпай ақ қойыңыз. Кеше чемпиондар лигасында ана повторды көре алмай қалдық қой. Сіз ойлаңызшы енді. Біз анау бұрын сонда біздегі телеканалдар, мысалы мен қатысым жоқ қой, хабарға да, Қазспортқа да, ұлттық арнаға да, енді топ ұлттық арна ғой біздегі. Қазспорт соның енді дочеркасы былайша айтқан кез. Сондай ПТС бар ма екен? Вот бірінші сұрақ. Ол ПТС болмаса, сұрақты осы жерден жауы керек. Айналайындар, Қазспорт, ой, біз ана интернеттің көлемі азайып қалды. Қазақстан ұлттық арнасы бүгін пресс-релиз жазып жүріпті, мәлімдеме жасапты. Жаңағы ойым Қазақ Телекомнан 3 есе көп интернет желісін тартқымыз келген. Ол ойын басталар тұста ақаулар шығып қалды. Қазір 5 адам жиналсақ интернеттің сет ұстамай қалатын Қазақстанда өмір сүріп отырмыз ғой. Илон Масктар немен? Тегін интернет шығарып отыр ғой. Тегін интернет шығарып отыр ғой. Жоқ, оған жаба салу ол халықты алдауды, оны мойындау керек. Ұлттық арна айту керек мәселен. Айналайындар, УЕФАның стандарты мынандай екен. 10 жыл бұрын Астананы түсіргенбіз, одан қаяқтан білейік біз. Енді ғана түсіріп отырмыз чемпиондар лигасын. Дайын болмадық. ПТС жоқ, ресурс жоқ. Мына әріптестеріміз бізде Таңшолпан бағдарламасын түсірген оператор кешке келеді да футбол түсіреді ғой, мойындауымыз керек қой. Маман жоқ, біздің кінәміз, мойындаймыз, барымыз осы деп айту керек қой. Ол проблема біз андай, ой, техникалық ақаулар орын алып қалды деген жақсы болды. Мысалы, айтишниктерде неге интернет істемейді деп сұрасаң айтады ғой, перезагрузи деп. Первый ответ сондай ғой. Попробуй перезагрузить дейді. Міне біздегі бүкіл проблема осында мәселе. Маман ғой, маман. Мынау жаңағы 10 жылда бір келіп жатқан той ғой, көрдің бе? Біз бұған дайын емеспіз де. Біз футболшылар дайын емес дейміз ғой. Бұған біздің қоғам, біз бәріміз дайын емеспіз. Техникалық жағынан, жаңағы мәдени жағынан. Мен де дайын емеспін. Өйткені бұл анау көрдіңіз бе? Бұл бір маусымдық
іс-шара сияқты. маусымдық іс-шара сияқты қабылдаймыз да, ертең кеткен тағы ұмытылады. Өйткені біз футбол елі емеспіз, мойындауымыз керек. Біз футбольный страна дейді, футболмен өмір сүретін ел емес. Біз футболды былай жай әшейін қабылдаймыз, жаңағы хобби ретінде. Футбол деген ол андай масштаб кетіп қалған нәрсе ғой, көрдіңіз бе? Осы бүкіл проблеманы шығарып береді. Оған солай қарау керек. Ол футбол деген бізде таза футболға арналған канал да жоқ қой, былай қарасаң. Қорғау органдарының проблемасы жаңағы кадрлардың бәрі, кадр мәселесі. Енді қарапайым жүйе жоқ. Мысалы мен қараңыз, Қайраттың матчына мен мысалы барайын деп ойладым да. Қараңыз, Астанадан Алматыға ұшып барып құны билеттің 70-80 мың дейміз, иә? Орташа 80-100 мың дейінші жарайды. Жаңа жолда таксиің бар, анау Алматыда жату құны 2 күнге кемі ең арзан қазір гостиница, квартира есеп жарайды. Мен достарым үйіне қондым дейін. Самолет 100 мың, сосын 250 мыңға билет алам, тамақ ішем, үйтем, мысалы 400-500 мың айналасы кетеді. Мен не істеймін оған барып? Мен аламда Шенген визам бар годовой. Мен Туркишпен барамда Стамбулға тартып отырып 2 күнге. Ары қарай Ryanairмен 60 евроға Реал Мадридке Манчестер Ситимен ойынды көріп қайтпаймын ба? 60 евроға билет алып 2 күнге барып. Сол 500 мың теңге кетеді. Былай қарасаңыз. Бұл жерде жаңағы билеттің мәселесіне, біздегі инфрақұрылым мәселесіне, біздегі ұшақ, Қанат ағамыз айтқандай, бұл проблеманың артында бұл біздегі бір Қайраттың проблемасы емес, бұл біздегі мемлекеттегі проблема бұның бәрі. Ойынға оралсақ, жалпы кешегі матчтың жұлдызы айтпаса да белгілі Шерхан Қалмырза 18 жасында, енді барлық әлеуметтік желі, әлемдік бақ, барлығы Шерхан деп шулап жатыр ғой. Әлемдік бақ шулап атпаған шығар енді. Әлемдік бақ деген кезде Оңғар Қабденнің телеграм каналы еске келеді екен. Енді 18 жасында Реалдай командаға қарсы тұру. Сіз қараңызшы, мен сізге айтайын. Біздегі менталитет содан бастап. Бізде 99 жылғы туған балалар неше келді қазір? 26-та. Нұралы әліп перспективный деп ойлайды, жас ойыншы деп. Қарасаң, Ямал не істеп отыр? Қазір ана медицина дамып кетті ғой. Мбаппе 18 жасында не істеді, білесіз бе? Хабарыңыз бар ма? Монакомен жалпы өзі адам, жалпы адамның физиологиясы дамып кетті қазір. Физиология емес. Біздің менталитет дамып кетті. Ол 18 жас, ол уже ана 17-16 жастағылар тым жастан қазір ойнап жатыр. Бірақ оның салдары ауыр деп айтады, мамандар айтады. Ол ерте, ол бәрібір әлі бала бейне, ағзасы оның әлі баланың дайын емес, ол үлкен нагрузкаға, жаңа үлкен жүктемеге дайын емес. Жиі жарақат алатын да содан деп айтып жатыр. Жаңа енді сөзіңіз аузында, айта беріңіз Шерхан туралы. Әлемдік бақ жазып тұрған шығар деп ойлаймын. Енді салып әлеуметтік желіге салып жатыр. Енді десе де біз үшін, жалпы қазақ үшін мақтануды жақсы көретін халықпыз ғой, жасырмаймыз. Барлығы айтып жатыр, жазып жатыр, Шерханды көгімізге көтеріп жатыр. Тағы бір мәселе айтайын осы жерде. Сөзіңіз сорлы болдық біз. Мынау бір жақсы болды. Мысалға қараңыз, мен Олимпиададан біз $250 мың береміз, спортшыға қарапайым. Кеше айтып отыр, Тұрсын Алагөз ойбай машина береді. Кеше 5 боксшымыз келді. Алатта кімге Алматы облысы 40 миллион береді. Бәсеке басталып кетті, облыстардың жарысы. Қарағанды анаған бір машина мінгізеді. Енді қараңыз сіз. Мен осы мәселені қарап шықтым бір кездері. Жалпы осы премиальный спортшылар қатысты. Әлемдік тәжірибеде өте көп екен. Мысалы, Малайзия ма, осы азиялық бір мемлекет былай істейді. Сингапур жақтар көп береді. $750 мың. Бірақ алмайды. Бірақ былай екен. Беретіндер, алатындары бар ғой мемлекет, Малайзия сияқты мемлекеттер. Олар да былай екен. $250 мың келесі циклға дейін бөліп береді. Стипендия сияқты. Түсіндіңіз ба? Ана спортшы допинг дауы, тағы да бірдеңеге ілігетін болса, ол стипендия атмені. Бізде қалай? Допингпен ұсталған Чиншан Лонг, Ниджат Ахметов, Илья Ильинді әлі біз чемпион көріп жүрміз. Олимпиада медаль бар ма Илья Ильинде? Жоқ қой. Мемлекет, облыс, үй берді, үйтті, бүйтті. Абсурд. Сосын жалдамалы журналистерді жазғызып, анаған ештеңе берген жоқ, ана облыс көңіл бермей қалды деген мәселені сондай деңгейге шығып кеттік біз. Қазір журналистер, анау Абибаға машина беріп қойды, мынау наған берген жоқ, ана Қызылорда облысы қайда қарап отыр, наған берген жоқ деген, ол абсурд дүние, ол қателік. Менің ойымша, кеше әріптестеріміз тағы да жазып қойыпты әлеуметтік желіге қарап. Жалғыз өзі Шерхан ойнады, Шерханға хотя машина берсін дейді. Біз сұрамшақтықты қоймай, ол спортта жетістік болмайды. Наоборот, қазір Шерханның егер бас істесе, ол өзінің Инстаграм парақшасын монетизация жасап, кез келген компаниямен келісімшарт жасасын, рекламасын, жарнамасын. Ол жақсы. Футболдағы сіз карьерасы біздің футболшылар, Ұлан Қонысбаев енді мысалы, мен жақсы араласатын жігіт. Бір жағдайда жарақат алып футболды аяқтап кетті, бірақ бэкграунд күшті болғанмен дайын болмай қалды да футболсыз өмірге.
біздің футболшылар солай дамымай, біздің футболшылардың мен сізге айтайын, мен футболшылардың біразымен араласамын. Біздегілер былай жақсы жалақы алып 10 квартира сатып алды, мысалы арендаға берді, болды, отырады сол, бітті. кәсібі сол. Енді қарашы, кеше қазақ халқы әлеуметтік желі қазір өте бум болып тұр бізде. Мысалы Темірлан Анарбековке 208 мың болып кетті. Кеше ойын басталатын кезде қарадым, Шерхан Қалмырзанікі 50 мың болып тұрған. Кеше ойын дәл басталған кезде қарадым. 9:45-те қарадым. Бүгін таңертең қарасам 196 мың ба? Қазір уже подкаст біткенше 200 мың болып кетті примерно. Енді қараңыз, соны ойлану керек қой. Мысалы Дастан Сәтбаев Челсимен келісімшарт жасады да, бірден Nike болған шықты да, келісімшарт жасап алды. Условия. Біздікілер сондай нәрсеге талпыну керек қой. Монетизация жасау, бренд жасау. Сіз Мессидің мысалға Интер Майамиде жалақыға футбол ойнап жүр ғой деп ойлайсыз ба? Кезінде Бекхэм бүкіл футболды төңкеріп тастаған адам. Барады Америкада футболды шоу-бизнес сияқты жасап жүреді. Жалпы таза бизнеске айналдыру керек. Оның барлығы андай ғой. Бұл футбол бізде айтады, ойбай жалақы береді, ол неге жалақы көп береді, ол мәселеде көп. Енді мемлекеттің ақшасы болғаннан халық талап етеді, біздің ғұмырымыз қысқа ғой футболдағы. Одан біз тез спорттық мансабымыз қысқа ғой. Ол сенің таңдаған жолың ғой. Мен ондайға таңғаламын да. Шахтер футболшылары жылап жатқанды айту керек та. Сен шахтерларға қарасаңшы, жердің астына түсіп. Жоқ, сен олардың ғұмыры вообще белгісіз ғой. Олар кіріп бара жатқан кезде қайтамыз ба, қайтпаймыз ба деп. Мамаңыз заставлять етсе футбол. Мамаңыз айтыңыз, неге заставлять еттің мен футбол? Мына ғұмырым қысқа ғой деп. Сіз олимпиадаға баратын мысалы боксшылар, қазақ елінің намысын қорғауға барамын дейді. Мен сенбеймін ондай. Спортшы, кез келген спортшы өз-өзін біріншіден спортта жүрген адамдар біледі, дәлелдеуге барады, алтын медаль алуға барады, Бүкіл спортшы олимпиадаға баратын, мысалы 10 салмақта 100 боксер болса, 100 боксер олимпиададан алтын алуға барады ғой. Біріншіден ол елдің намысы емес, ол бірінші өзіңнің отбасың үшін. Андай ғой, отан отбасынан болса, өзіңнен бастады. Бүкіл салада сондай да. Өзінен бастаған адам, ол мемлекетке ешқашан масыл болмау керек. Біздікілер бітті, мемлекеттің ойына. Ана федерация ақша бермей қалса бітті. Басқасы ана спонсор тартайын, мына жерден бүйтейін. Сен паралимпиадалық мысалы комитете ішінде жақсы спортшылар бар ғой, Ақмарал Наутбек чемпион болып кетті. Соның бәрін анда монетизацияға айналдыру керек қой, кішкене қаржы табу керек қой. Футболшылар мысалы Қайрат қазір Анарбеков пен Шерхан Қалмырзаны сату керек компанияларға. Лицосы болды. Бақтияр Зайнуддинов мысалы кетті Бешикташқа. Оппома бір қытайлық компаниямен келісімшарт жасады. Әліп кетті, бір шаш жасатып бір жерге реклама жасап жүр деген сияқты ғой. Әртүрлі андайда халықта ақша бар, назары қай жақта. Кеше мысалы Беллингемді ана жасанды интеллектпен сөйлетіп, Ақтаудағы бір ағылшын курсын рекламировать етіп қойыпты. Күшті ходтар да. Солай сияқты бізде пайдалану керек. Оның бәрі андай осындай нәрселерді біз хайп кезінде жай ғана ұстап қалмай, оны пайдаланып табысқа айналдыру керек деп ойлаймын. Мемлекетке масыл болып, анау мен олимпиададан ұтып келдім, маған неге ақша бермейді деп біреулерге жалдамалы пост жаздырып, болмаса досына сендер айтып жүрсеңдер, шулатып жүрсеңдер деп айту өте үлкен абсурд деп ойлаймын мен. Егер ол тоқтамай, біздің спорттағы жетістігіміз осы қалған кері кеткен. Жаңағы қақпашы мәселесі ол Қайраттағы өте бір жақсы қалыптасқан мектеп деп қабылдау керек. Өйткені мынау енді 3-ші қақпасы 18 жаста. Мен өзім енді журналистер арасында қақпашымын ғой, енді Асқар біледі, Мәдина біледі. Ана қақпашының ана жердегі психологиясы жаңағы өте танысты. Ол бүкіл матчтың ауырлығы қақпашыға түседі. Оның болған жұрт неге сүйсініп жатыр, оның жаңағы мандражға бармағаны. Ол 5 голдың кірген соғылғанда да ол қақпашының қатесі жоған жерде. Мынау деген өте үлкен қысым. Кез келген адам шыдай бермейді ана жерде. 25 жаста, 30 жаста қақпашы ана жерде нету мүмкін. Ана Кариустар мысалы чемпиондар лигасы финалында қалай жанып кетті, өртеніп кетті. Мен кеше ең қатты қорыққаным осы қақпашыдан болды. Өзім қақпашы болған, енді кәсіби болмағанмен бір кәсіби деңгейде ойнамағаннан кейін, бірақ кәдімгі доданы, ішкі дүниені, мына мандраж деген бізде де болады, сезімді мен ана 18 жаста бала қалай жанып кетпейді екенден өте керемет ойнап шықты. Әрине ана жаңа пенальти болатын жерде оның кішкене тәжірибесізді көрініп қалды, ана допқа үлгермесе де барып кіріп кетті. Бірақ ол оны айыптайтын емес. Ол қақпашыны Шерхан не үшін айтып жатыр? Оның ана жас болғанын айтып жатқан жоқ. Ол осындай үлкен қысымға қалай шыдап бергенін айтып жатыр. Бір матч емес, 2 сырттағы матч бірден келе салды, отқа түсіп кетті. Енді бір мәселе, оның енді не болмау керек, жұлдыз ауруына ұшырамау керек та, дамыту керек. Ол әлі шикі ғой. Ол ана жерде қимылдарында әлі шикілік көп, ана қимыл қозғалыстарын қарасаңыз, жаңағы реакция жасау, позицияны таңдау, жаңағы әуедегі допқа секіру, жаңағы
айып Алғаш алаңда ол, бұрыштама кезінде команда беру, позицияны таңдап қою деген сияқты оның бәрін ол даму тәжірибемен келеді. Сондықтан оны өзін дамыту керек. Ол сол Шерханды айтып жатқаны содан. Сосын жаңа біздің қақпаға енді көп неме болды ғой. Басқа ойыншыларды айтайын десе олардың аяғына доп тимеді ғой. Біздің қақпаның айналасында. Сосын Сатпаевтан бір гол күтті негізі. Дастан енді шынын айту керек енді ол осы 2 матчта Чемпиондар Лигасын өзін-өзі көрсете алмады, ол жоғалып кетті. Эпизод кездерде көрген шығар, бірақ ол егер лидерлік жаңағы немене болам десе, денесінде жаңағы жеңімпаз рухын жаңа оятам десе, ол осындай матчтарда көрсету керек өзінің топ ойыншы екенін. Әрине ол талант, топ ойыншы жаңағы ол өзінің немесін жасап алды. Мен ойлаймын осы Челсимен контракт жасап жаңағы бір жаңа Асқар айтқан бір жарнамалық бір деңгейлерден өткеннен кейін бір ода бір не қылып қалғанша тоқтап қалған сияқты бір шығар. Анандай спорттық ашқарақтық бір жоқ сияқты бір. Жаңағы тәбеті бір тоқтап қалған сияқты. Иә, Қайрат, мен ойлаймын ол жерде мына фактор да бар деп Қанат аға. Ана мәселе ғой, Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шығу арқылы жалпы кезең бір мойындарынан жүк түсті да олар. Иә. Сол тоқмейді. Болды, ендігі қалғаны как мереке ретінде қабылдайды. Иә. Енді олардың басты қазіргі талабы Премьер Лиганы ұту болып тұр ғой. Ол Реалмен ойнап шығамыз енді деді ғой, Премьермен айтты ғой. Бұл ешкім жазғырмайды да, ұтылсаң да жазғырмайды, ұтсаң да жазғырмайды. Спорттық жаңағы не жоқ. Пафостан ұтылып қалса жазғыру мүмкін. Вот сол кезде нағыз болельщиктерді көреміз. Мен ойлаймын Пафосқа 3 ұпай деп шығу керек Қайрат. 3 ұпай аламыз деп. Мынау Реалмен басында ойнап кеткен жақсы болды. Реалдан кейін бүкіл немне кетті ғой, қорқынышты бар. Енді анандай командадан 25 минут төтеп берді деген Пафосқа төтеп бермесе ұпай аламыз деп шығу керек. 3 ұпай аламыз деп шығу керек. Жеңіске жетеміз деп шығу керек сияқты. Сонда амбиция көрінеді ары қарайғы. Сен қалай ойлайсың Асқар? Пафосты ұту керек. Бірақ енді ұтып алатынына мен де күмәнмен қараймын. Бірақ ұтамыз деп шығу керек. Оған дейін әлі уақыт бар, оған дейін ойыншылардың қалай жағдаймен КПЛ-дегі ойын қалай аяқталады деген сияқты ғой. Кез келген нәрседе мынандай бір дүние бар. Футбол клубтары жалпы қазір енді ол футбол деген соңғы 10 жылдықта өте үлкен ғылым болып кетті ғой. Гвардиоланың кезінен басталып, ол кәдімгі футболды таза ғылым қылдырып жүрді. Ол қазір бұрын шахматтың тақтасының үстінде бүйтіп айтылса, қазір компьютерде барлығы. Енді бұл физиологиялық тұрғыдан Қайрат дайын бола ма? Психологиялық тұрғыдан түсінікті, олар өздеріне жүктелген міндетті орындады. Мойында ешқандай жүк жоқ, ешкім олар жазғырмайды, бәрі керісінше мақтау сөз. Кешенің өзінде жаңа Родригоның формасын алып спокойно жүр, балалар демалып жүр кәдімгі. Внимание көп, ешқашан болмаған внимание қазір Қайрат ойыншыларына. Көшеге шықса да жүргізбейтіндей жағдайға жетті қазір. Алматыда айтқан Қазақстанның кез келген қаласына барса, кеше Оқжетпеспен ойынға келді. Өмірі жиналмаған жанкүйер Оқжетпеспен стадионына сыймай Қайратқа келді. Оның бәрі внимание болады. Мысалы кешегі Елімайдың Премьер Лигаға шықты. Мысалы мен қарапайым мысал айтайын. Ал Лига Чемпионды айта бермей-ақ қояйық. Қарапайым мысалы Елімай тамаша Премьер Лигада маусым өткізді өткен жыл. Семейде неше жылдан Премьер Лигаға оралды. Команда толды. Мен Ақтөбе енді Елімайдың басты задачасы бұл жерде андай болу керек те. Ана келген бір сезон бойы келген жанкүйерлерді ұстап қалу деген. Бұл сол нәрсені дамытпай бізге футболға аудиторияны толтыру қиын. Қарапайым Ордабасы чемпион болатын жылы. Бүкіл матч аншлаг болды. Аншлагтар шапты. Енді қазір қайда ол? Сол үшін клуб андай ғой бізде межеге жеткен кезде, Астанада да бар ол проблема жатыр. Басқасына кетпей қой. Межеге жеткен кезде сол биіктен түсіп қалмау деген дүние болады. Ол әрине кризистік этаптар, жаңағы бір маусымда не получается деген нәрселер болады, оның бар. Бірақ клуб бір бас секірді ма? 2 бас, 3 бас төмен қайттан түсіп қалмау керек, тырысу керек та. Ана бір бастың ортасында ілігіп салып, сол орында. Мен сізге айтайын, Қазақстанда егер 2-3 команда тұрақты жыл сайын Чемпиондар Лигасының топтық кезеңде ойнайтын болса, мысалы Украинаның футболын Динамо Киев пен Шахтер, кейін конкуренция болып көтерді. Жылда топтық кезеңде ойнайды 2 команда. Кейін чемпиондар плей-офф кезеңіне шықты. Ресейдің футболында жарайды, саяси соғысқа байланысты оған дейін де Ресейде 2-3 команда болды. Зенит бар, топтық кезең, андай бюджеттері көп қой енді. Дегенмен, мен ойлаймын Қазақстанға бір сондай бәсекелестік деңгейдегі бір 2-3 команда керек, жасақтау керек. 4 команда ғой. 3 командада Қазақстан Премьер Лигасы. Қазақстан деңгейінде 2 команда ғой. Иә, 2 команда. Мысалы Қайрат пен Астана дейші, қазір қарапайым, или Ақтөбе, бәрібір енді біреуге тиіп кетпесін. Тіпті Тобыл деңіз мысалы. Бірақ сондай командалар егер тұрақты ойнайтын болса, топтық кезеңде, ол біздің футболды 10 жыл ойнасашы топтық кезеңде, біздің отандық футболшылар шығады бәрібір де шығады. Бәрібір де қалыпты үрдіске айналады. Бірақ ойыншы Шевченко да, мысалы, арыға бармай-ақ қояйық. Украина футболын төңкеріп тастады, иә? Украина футболына назар аударды. Грузин, Кварацхелия, кешегі.
Бірақ ойыншы, оған дейін Каха Каладзеден кейін грузиндер жылады, бізден талант туған жоқ деп неше жыл жылады. Бірақ ойыншы Чемпиондар Лигасында төңкеріп тастады. Бум, мемлекетте. Европа чемпионатына барды. Армяндар. Мхитарян ма? Мхитарян. Одан кейін енді күтіп жатыр, Специян бара ма, анау бара ма, мынау бара ма деп, олар да жұлдыз деп жатыр. Модрич Хорватия футболын не істеп жүрді. Одан кейін қаншама жұлдыздар шықты. Бізде менің арманым осы қазақтың бір баласы сондай бір топ чемпионатта ойнаса екен. Жай ғана ойнап қоймай, сол жақта жетістікке жетсе екен деп ойлаймын. Тартылады ғой. Иә. Ол бізге басқа ешқандай жарнама керек емес, бізге бір талант. Өзбек футболында Шумуродовтың Ромаға, жалпы Джионаға ең бірінші контракт жасауы Хусановтардың жолын ашты. Ол анық, оны мойындауымыз. Әлем назар ауды ғана жаңа нарыққа. Жаңа Елде мынандай кімдер ойыншы бар шықты. екен Тағы деп, қазық береді. Өйткені сосын нарық арзан бұл жақта Иә. жаңағы. Сатып алуы Сатып 150 алу, мың иә. доллар деген неме ол? Бақтияр Зайнутдинов өзінің контрактысын өзі сатып алып кеткені салған жоқ па кезінде? Сосын инвестициялық мүмкіндік жаңағы ол Қосымша просмотр, қазір анда әлеуметтік желі, медиа, маркетинг, потолок даму деңгейіне, шырқау шегіне келді қазір. Жекешелендіру мәселесіне келген кезде қазір бизнесмендерге үлкен презентация жасап түсіндіру керек. Айналайын, УЕФАның беретін сомасы мынандай, сен құятын сома мынандай, табыс табу деңгейі мынандай, жарақат алу деңгейі мынандай, медицина мынандай, инфрақұрылым мынандай, мынаны сатсаң мынандай, мынаны сатсаң біздегі неге байлар алмайды дейді да, бүйтіп отырады. Ол қайдан бетті ол? Футболға өмір бақи қызықпаған адам мысалға. Оған мысалға Каспийдің директоры Ламтадзе, ол ағылшынның 3-ші лигасындағы ма клуб сатып алды мысалға. пайда береді ол. Енді оған біреу кәдімгі стратегиялық план ұсынды, осыны алса, осыны Дәлелдеп 10 жылдың шықты, ішінде жасауға болады. Ағылшын премьер лигасын, мен сізге айтайын, ағылшын премьер лигасын ортаңқол командасы болып жүрсең, сен лига чемпион тұтқан командадан көп пайда табады. Өйткені ең қаралымы көп, трансляцияда, медиа, маркетинг барлығы өте үлкен жолға қойылған, ол жақта табыс көзі, проблема жоқ. Ал сіз қараңыз, Қазақстанда кеше Реал Мадрид пен кімнің Қайраттың кездесуі рекорд орнатты. Телевизиялық деңгейдегі, қателеспесем, ең үлкен қаралым жинаған трансляцияны интернет қылып кеткен жарайды. Оның санаған кезде мүмкін мен ойлаймын, бір Қазақстанның жалпы аудиториясы мысалы 6 миллион деп есептейікші, жалпы осындай нәрселерді қарайтын қызығушылығы бар, жас балаларды санамаған кезде, жаңағы кәрі адамдарды санамаған кезде бір орта жаңағы 18-14 жас пен жаңағы 50 жастың арасындағы жаңағы адамдар дейінші, телевизор қарайтын, жаңағы интернет қарайтын. Сондай адамдар көрді бұл ойынды, аудитория мәселесі. Осын барлығын енді Қазспорт осындай нәрсеге дайын болмау деген бұл өте үлкен катастрофа. Ұлттық арна дайын болмаған. Өте үлкен катастрофа. Сіз андай аудитория болатынын білесіз. Мынандай матчтың айналасындағы бір ай бойы тоқтамаған шуымды білесіз. Сосын алып Қазақ Телекомның болмаса бір компанияның интернетінен ақау шығып қалды деп мәлімдеме жасау. Позор ғой. Сен ашық айтсаң, бізде жоқ ештеңе, ПТС жоқ. Кабель жоқ ана интернет беретін. 2,5 мың долларға жаңағы Илон Маск кірді деді ғой интернетін. Безлимитный, скоростной 7G, 8G ұстайтын интернетін 2,5 мың долларға сатып алды, соны не қоймайсың? Кабельный интернет зачем саған? Аппаратын. Просто адамдар біреуді кінәлау деген қазақта өте. Мен де мысалы өзім тарапымнан біреулерді кінәлап отқан шығармын, бірақ олай ақталу жалпы журналистикада біздің әріптестеріміздің тараптарынан қате деп есептеймін. Жаңа айтты ғой, көрсетілімге байланысты судьяның, төрешінің де әрекетін түсінбей қалдық деп. Сол мәселе көп талқыға түсті. Енді пенальти болды дедік, Реалдың қақпасына біреулер болмады деп жатыр. Тіпті Марканың өзі негізінде Испанияда осындай жағдай тіркелсе, пенальти берілетін еді деп жатыр да. Енді ол жерде жаңа Громыканың өзінің қателігі дегенмен. Сіздер қалай ойлайсыздар, жалпы бұл берілу керек пе? Және сол пенальти берілсе, ойынның бағыты қаншалықты өзгеру мүмкін? Есеп 5-1 болады. Болады деді, ол да сұрақ қой. Ол болмаған дүние мүмкін әртүрлі ғой ана. Бар да, пенальтиде де ол анандай оның өзінің баптарының өзі түсініксіз кейде. Осындай вар қараған кезде пенальти. Ол жерде менің түсінігімде жаңа Громыка өзі барып өзінің аяғын тығып жіберді. Анау аяғын тартып үлгергенде мынау сол аяғын қуалап барып сонда пенальти емес. Пенальти емес. Содан қарағанда. Ана жерде жаңа Асқар айтқан жаңа қайталаулардан ол анық көрінбегені жұртқа содан кейін шулап жатқан сол. Телевизордан көріп отырған адамның шулауы содан, өйткені ол жерде пенальти болған секілді. Өйткені Громыканың артынан көрсетіп тұр ғой.
таза пенальти. Ал егерде ана судьяның көрген ол ана әрекетін, громыканың әрекетін түсініп жаңағы қойды. мәселе ғой, айналып келген кезде біз осындай турнирлер кезінде енді андай ғой, анаған біз өзіміз түсіретін деңгейге жеттік, ойбай деп тоқмейсудің қажеті жоқ. Мен сізге айтайын, европалық командалардың өзі Реал, Барселона сияқты клубтардан Өздерінің арендаға птс бар. адам алып тәжірибе жинайды. Бізге кезінде Қанат аға өзіңіз білесіз ғой, мысалы осы ұлттық арнада, хабарда үлкен жобалар басталған кезде, жалпы телевизионный проекттер басталған кезде украиндерді әкелді ғой, режиссер қылып. Соларды әкеліп отырғызса, кәдімгі пультта отырды олар. Қазақтарға команда берді, сен бұл. Сол жерден 5-6 маман дайындау керек еді олар. Болмаса Қазспорт, главный режиссерін жіберсейші ана шетелге 2 матчқа тәжірибе алмасы ғой. Көрсін, ПТС-ның ішінде отырсын режиссердің жанында. Не істейді екен? Қай камераны қалай қолдан? Оларда бар ПТС жарайды, бізде бар деп ертең айту мүмкін, осы подкасттан ұлттық арна айту мүмкін. Ой, УЕФА стандартына сай біз 2 жыл бұрын ПТС алғанбыз, бізде бар, Асқар өтірік айтып отыр деуі мүмкін. Деп отырса, сен неге Абзал Чадетовті мысалы, операторды, главный операторын, Аман деген главный режиссерін Қазспорттың танитын жігіттер, мен оларды жамандап отқан жоқпын. Жіберсейші, Реалмен матчқа барсын, көрсін. Жаз УЕФАға, ФИФАға, болмаса Реал футбол клубына жаз, өтініш сізді, или там CNN-ге жаз, болмаса BBC-ге жаз, болмаса жаңағы үлкен бір жаңағы осындай. Қарапайым біз сатып алатын, ана Түркиядан сатып аламыз, біз ана трансляцияның бәрін, УЕФАның тікелей өзінен емес. Бір турецкий компаниядан сатып аламыз осы трансляцияны. Соған жасай, айт, біз 2 операторымызды, бір режиссеріміз жіберейік, біз Чемпиондар лигасына түстік. Маған дайындалуымыз керек, ертең домашний 4 матч түсіреміз. Сен Алматыға 30 адамды командировкаға жіберген ақшаға 3 адамды Түркияға бір аптаға 2 ойынға жіберіп қойшы, 2 күнге. Просто матч түсіріп, матчтың алдындағы дайындық, соңындағы көріп келсін. Келеді айтады ғой, жігіттер, оказывается, мынандай бар екен, мынаны бүйтіп жасау керек екен. Салада жүрген адамдар ғой. Бізде ондай жұмыс атқарылмағаннан кейін ол қалай? Комментаторлар мысалы, жарайды, шүбәм жоқ. Бізде комментаторлар мектебі жақсы белгілі бір деңгейде қалыптасып қалды. Бірақ Қазспорт, мына комментаторды қойдық, мына комментаторды қойдық, сүйінші сұрап, олар инстаграмға салып, солар кеше бір дайындық көрсетті ма ойында? Статистика айтты ма? Халықтың эмоциясымен ойнап кетті. Жамандасам кешірім сұраймын, ренжитін шығар. Реал Мадридтің анау бүйтті, мынау Луи Виттон киіп келді, анау өйтті, Мбаппе гол соқты, істеп отырдық кеше. Оның барлығы үлкен матчтарда аудитория танылатын, сын айтылатын деңгейге комментаторларда, жалпы каналдардың басшылықтары да үлкен жауапкершілікпен келу керек. Қазспорт сонау УЕФАдан қаншама миллион евроға осы Чемпиондар лигасының топтық кезегін сатып алды. Қанша ақша жұмсады соған? Сонда бір $5,000 жұмсап, 2 оператормен бір режиссерін командировкаға жіберіп, тәжірибе алмасаға жібере алмай ма? Абсурд қой. Букмекерлерді жарнамалап жатыр ғой. Кез келген премьер-лига матчында букмекерді рекламный 30 секундты мен сізге айтайын, Қазспорт кемі 3 миллион 4 миллион теңге тұрады. Біздегі телеканалдардағы 30 секунд емес, 10 секундтан бастала ма солай? Қателесу мүмкін. Бірақ аз ақша емес жалпы табыстары. Букмекерлік кеңселер болсын, дәрі-дәрмек болсын, жалпы сіз там бір мемлекеттік газеттің соңында, мысалы Айқынға қарапайым, енді Айқында ондай емес, бірақ соған бірдеңе шығару үшін рекламный кемі 700 мың теңге. Эйр Астананың ана постері тұру үшін өте қымбат, бізде жақсы табыс табады, негізі табуға болады одан. Бірақ соны сіз анау сіздің қол астыңызда жұмыс жасайтын адамдарға құймай, капиталына тәжірибесін арттырмай, сіз қандай жетістікке жетесіз? Мысалға, мен қарапайым мысал айтайын. Мен мысалға спорт қорында бізде мынандай бар. Тағы мақтанғандай ғой. Біз мысалға бір курс өтсек, мысалға искусственный интеллект деген пайда болды ғой. Сол бойынша курс өтсек, қор айтады бізге, төлеп берейін дейді саған қорды. 250 мың теңге тұрады мысалға да, төлеп берейін дейді, пожалуйста, оқы дейді. Мүмкіндік береді. Бірақ сен кемі 6 ай отработка жасау керексің. Жұмыста шығып кетуге болмайды 6 ай. Или қайта қарсы. Жоқ, жалпы енді бүкіл каналдарда мүмкін сондай нәрсе жасау керек. Бірақ кішкене сен адами тәжірибесіне, капиталына ақша құймасаң, ол таңертең таңшолпан түсіріп, түсте осындай бір жерге келіп подкаст түсіріп, кешке футбол түсіріп жатса, ол қайдан біз ондай оператордан повтор күтеміз? Зачем бізге var? Мысалы, ПФЛК-ның кезінде құрған Олег деген жігіттер кеше Қайраттың матчында жұмыс жасады. Бірақ қателеспесем, басқа Реалдың телеканалына жасады ғой деймін. Олар жалдамалы түрде. Неше жылдан бері осы ПФЛК Қазақстан кәсіпқой футзалына енді бір жақсы деңгейге жетті ау деген кезде алды да команда өзгерді, полностью құртты, Ресейден әкелді, тойда жүрген операторларды қайттан тықты. Бардак. Мойындау керек қой, бардак. Бір енді кішкентай ПТС-пен жасап бастаған жігіттер қуып шықты, бітті. QG лига түсіріп жүр қазір. Первенство Қазақстан, олар киберспорт түсіріп кетті.
біздің мемлекеттің дамуы туралы біз әңгіме айтамыз. Сіздің депутаттарыңыз тиктокта отырса, парламентте осы сәтті пайдалана отырып ата-анасын құттықтаса, заң шығарушы орган. Сосын анау декретпен миллионмен декретке деген курс сатса, оны парақшаны мен жүргізбеймін, дәулеттен қор жүргізеді деп мысалға сөйтіп отырған қоғам қалай даму күтесіз? Қайрат пен Реалдың матчын талқылап жатыр депутаттар. Барасыз ба, бармайсыз ба деп. Ей, сен парламентте заң шығарушы органсың. Сен қаяқта? Қайраттың матчы қайда саған? Выходной күн емес, жұмыс күні ол. Оны ұлттық арнаға бір жерге ол депутатты алып, кешірім сұраймын, Жанарбек ағамызды мысалы шақырудың өзі, ол ана редакторлардың қателігі. Ол сол жерде жұмыс істеп отырған хайп іздеген адамдардың шығарушы редакторлардың қателігі ол. Дұрыс, көп мәселелер көтердік қой. Енді осы ойынның қорытындысы ретінде бір шағын пікірлеріңізді біле кетсек. Болашақта Қайратты не күтіп тұр? Алдағы ойындарда Чемпиондар лигасындағы. Астана мен жетісу күтіп тұр Қайрат. Чемпиондар лигасындағы тағдыры туралы айтатын болсақ, не күтіп тұр? Осы биылғы маусым ба? Иә. Асқар, сосын Осы тойғанымызға айтамыз деп тұрмын. Биылғы маусым осымен болды ол. Биылғы маусым тек мереке ретінде деді Қайрат үшін. Бір турнирлік бір тапсырма, міндет ол Қайраттың алдында тұрмаған секілді. Олардың жаңа Асқар айтқандай міндет ішкі біріншілікті ұтып алу ғой. Біздің футболшылар анандай аптасына 2 ойын ойнап үйренбеген ғой. Өйткені біз ана еуропалық календармен жүргеннен кейін біздегі алдағы ойындардың бәрі бізге қиын бола береді. Өйткені Қайрат 4 айлық каникулға кетеді енді. Желтоқсандағы ойынды айтпағанда, анау қаңтарда ойналатын ойын ол қаңтарда біздің команда өмірі футбол ресми матчта ойнап көрмеген. Сол жағынан енді қиындай берді. Осы алдағы Павлостан ойын сол ойын көрсетеді біз Қайраттың қалай қарай қадам басатыны жаңағы осы маусымдағы жаңағы осы Павлост егер ұтса, онда бір үміт пайда болады. Ана плей-оффқа емес, Еуропа лигасына қарай қадам жасауға, келесі жылдың жаңағы плей-офф кезеңіне қарай өтуге. Ал жалпы болашақта Қайраттың болашағы жарқын деп ойлаймын. Жаңағы әкімшілік ресурс жағынан, басқа жағынан енді бізде чемпионатта кішкене спорттық принциптер шешпейді ғой, кейде жаңағы кабинеттер шешеді. Сол жағынан алғанда Қайратта әлі қауіп жоқ, бір жақын болашақта, өйткені басты бәсекелес Астананың тағдыры алай-дүлей болып тұр ғой қазір. Сондықтан Қайраттың болашағы жарқын, алдағы 5 жылдықта. Бірақ енді ұзақ жылдықтың айта алмаймын. Өйткені ол Қайраттың басындағы міндетіміз ол біздің қоғамның жаңағы Қазақстан футбол мәдениетінің бірге даму керек ол. Ол бір футбол дамымайды, ол бір команда дамымайды. Жаңағы Асқар айтқандай 2-3 командада ілесу керек. Өзіміздің ішкі бәсекелестік пайда болу керек. Шынайы бәсекелестік, спорттық деңгейдегі бәсекелестік пайда болу керек. Анандай іштарлық бәсекелестік емес, таза спорттық. Сен жеңдің, қол алыстың, жаңағы дискуссия жасадың. Қарапайым Малина, тағы бір нәрсе айтайыншы. Қазақстан футбол федерациясы алады да Елімай мен Астанаға, сосын тағы бір ойынға біздің төрешілердің квалификациясы төмен деп төреш шақырады. Ей, самострел ғой былайша айтқанда. Өзіңді өзің мойындап тұрсың ғой. Сосын кімнің тренер айтады? Ақтөбенің тренері ма? Оқжетпестің тренері ма? Айтады, Тобылдың тренері айтады. Жұмасқалиев. Сонда Астана мен Елімайдың матчына шетелден төреші шақырасыңдар да, Тобыл мен Ақтөбенің ойынына неге шақырмайсыңдар дейді. Бізде міне футбол бітті, осы жерде өлді. Футбол осы жерде бітті, Қазақстан футбол. Қайрат жарайды, мықты шәкірт тәрбиелесін, академиясы жетістігін берсін, дастандар шетелге кетсін. Бірақ мына жерде ертең легионерлерге қаржыландыру бұл алдағы жылдан бастап толық тоқтайды ғой енді. Демеушілердің есебінен қаншалық жекешелендіру қалай болатынын әлі болжап біле алмаймыз. Бірақ лайықты қарсылас. Жаңа первенство Қазақстан балалар деңгейіндегідей болып қалатын болса біздің премьер-лига. Қайраттың чемпиондар лигасы, Еврокубоктардың топтық кезеңге шығу қиын. Олар ертең 10 легионер әкеп ойнайды онда. Ондай әкелгенде де егер ішкі бәсекелестік болмаса, оларда даму болмайды ғой. Мысалға Қайрат неге Қазақстан біріншілігі, балалар арасында Қазақстан біріншілігін құртты деп айтамын мен. Құртқан олардың миында ол дұрыс. Мысалға қараңыз, Қайрат академиясы бар, условия бар, жататын жері бар, мектебі бар. Әке-шешесіне 50-60 мың теңге зарплата төлейді керек десең, жаңа Серхан Қабылмырза Астана футбол академиясында жүрген 10 жасында. Мамасымен келісімшарт жасағанда алып кеткен. Мысалы, енді бір ай қарасаңыз, олардың нюанстары қалай болғанын білмеймін, бірақ. Сосын первенство Қазақстан бір жас төмен возрастта ойнайды да барып ұтып алады. Бәсекелестік жоқ. Бір жас төменмен олар ұтып алады. Ал ертең мысалға біздің премьер-лигада бәсекелестік болмаса, Астана бюджет бөлінбейді деңіз Астанаға.
2 миллиард 1 миллиард бір жерден тауып әйтеуір клуб Ақжайық сияқты болады, команда Ақжайық сияқты болады, Каспий сияқты болады, оқжетпестің қазіргі деңгейі сияқты болады, Тобыл сияқты болады, жаңағы 2-3 миллиардқа. Осындай бір 4-5 команда, ол жерде егер лайықты бәсекелестік болмаса, Қайрат мысалы биыл тапқан табысын, мысалы Боранбаев мырза тағы да мен команданы жақсартып, күшті легионер шақырамын деп құйып командаға, иә, күшті 5-6 ойыншы алып келіп, Премьер-лигада Астананы 5-0, Көкшетауды 4-2, ананы 6-0, ананы 7-0 жеңіп, Премьер-лиганы жеңіп отырса, Европада қиналмайды емес, қиналады ғой, қиын болады ғой. Мына жерде бәсекелестік болмағаннан кейін. Сондықтан бұның барлығына андай тренерлердің, жалпы футбол функционерлердің айтатын бір жақсы бар. Футболда мелочь, андай ұсақ-түйек нәрсе болмайды дейді. Барлығы бір андай ғой, былай даму керек та. Бір ғана. Мысалға Қайрат Астананың фонында жақсы болды, 10 жыл бұрын. Енді Астана соған тырысу керек. Қайраттың фонында жақсы болуға тырысу керек. Бір-біріне енді лайықты бәсекелестік жасады ғой. Мысалға Қайрат болмаған кезде Астана топтық кезеңде ойнамайды. Оны мойындау керек. Қайрат, Тобыл, жаңа Ордабасы осы 4 командадан, Ақтөбе сияқты командалар болмаған кезде, іштегі бәсекелестік болмаған кезде Астана ойнамайтын еді. 7 жыл Еврокубоктың топтық кезеңіне шықпайтын еді. Ол тек қана Астананың лайық, Астана болмаған кезде, қазіргі ойнап жатқан Елімай, Тобыл, Ақтөбе, Ордабасы сияқты командалар болмаған кезде Қайрат Чемпиондар Лигасына түсе алмайтын еді. Бұның барлығы айналып келген кезде, Совокупны алған кезде бәрі бір отта қайнап жатқан, ана Дастан Сатпаев кімнің Сантананың жарақат алып кетіп шығып кетті, Астанаға заменнен шықты да прострелде әдемі гол соқты қақпаға. Жұлдыз, бағы жану, еңбектену, бір нәрсемен сәйкес келіп қалу. Мысалы Елденбар Заруцкийді ұмытып кетті, 2 матч шығарып берген. Анарбектің жұлдыз жанды, Анарбекті ұмытып кетті, Шерхан Қалмырза шықты. Андай ғой, бұның барлығы, бұны ұстап тұру деген дүние ғой. Айналып келген кезде болашақта қалай болады, қайда барады, және ертең мысалы Анарбекті көтердіге 200 батпей жинап ертең Заруцкий мысалы травмасынан уже айықты. Келесі матчта бір Премьер-лигада Жетісуға қарсы, тағы бір ойынға қарсы тұрып алды, формасын жинап алды. Ол конкуренцияны жеңе ала ма? Ол бәсекелестік жасай ала ма ертең? Анарбек келеді жағысында уже больницадан шыққан тренировка жасап жүр. Анарбек жеңе алды. Ол фонда қалай болады ертең? Ол Қайраттың 3-ші қақпасы қала ма? Оған басқа ұсыныс бола ма? Оның артында біз андай бір сәттік, жаңа бағана Қанат ағамыз айтпақшы, соның деңгейінде мына биікке шығарып алдық та. Ал оның артындағы спорттық бәсекелестік, бапкердің шешімі, бапкер мысалы қолында ресурс болмағаннан кейін Қалмырзаны шығарып отыр. Әйтпесе Қалмырза егер мықты болса, үздік болса, ол чемпионаттың басынан бастап Заруцкий мен Анарбекті отырғызып қойып, негізгі құрамда ойнайды ғой. Бұл жерде өте совокупно, былай жалпылама алған кезде фактор өте көп. Әрине бағы жанғанына қуанамыз, қазақ деген өзі көтеруді қатырамыз. Біз бір адам сүрініп кетсе, оны құлатуды да қатырамыз. Сондықтан бізге кішкене етек жеңімізді жинау керек. Бүкіл салада, футболда да болсын, егер мемлекет популизммен, спортшылар, басшылар популизммен айналысып, журналистер манипуляциямен айналысуын жалғастыра беретін болса, қазақтың қоғамында әзірше даму болмайды деп ойлаймын. Соңғы пікірім, Реал мен Қайрат арасындағы ойын жақсы болды. Ризамыз. Реалдың фанаттарының бір эгосы қанағаттанған күн болды. Оған да ризамыз. Арман орындалды. Қайраттың жанкүйерлеріне қараған кезде мен Мадридке барам деп жүргенде Мадрид Алматыға келіп қалды деген әзілдерді оқыдық қой. Бірақ енді Қайратқа әрине бір дастан осы топтық кезеңде бір Сан-Сирода, Алматыда соқпаған голын Сан-Сирода соқса екен, болмаса Эмирейтске барып соқса екен, Челсидің жаңағы ең басты қарсыластарына сондай бір жаңа жекелей футболшылардың бағы жанса екен деп тілеймін. Енді Қайрат мен Астана футбол клубының учредителі болғаннан кейін спортқа біздің принципиал сопернигіміз, бірақ қанша жерден ішкі біріншілікте қарсылас болғанмен мен Қайраттың жаңа біреуі болмаса екіншісі болмайды деген мәселені айттым ғой. Сондықтан Қайратқа сәттілік. Ең бастысы жаңа біз енді бәрібір айналып келген кезде легионерлер біздің енді жарайды, ол мемлекеттің ақшасынан зарплата алмаса да белгілі бір енді Қазақстанға налог төлейтін адамның зарплатасы кетіп отыр ғой. Ол да оңай емес. Сондықтан олардың тілеуін аса көп тілей бермейміз. Сол Дастан сияқты тағы да бір 2-3 жігіттің бағы жанып кетсе, сол жерде бір абыройы көтеріліп кетсе, Еуропаға барып, нақты 17 жасында Челсиға алып кетіп бір Страсбургға арендаға берсе де Дастан сияқты ойыншылар тезірек кетіп қалса екен деп, шетелдік клубтарға кетіп қалса екен деп тілеймін. Және солардың сол жақта жай ғана отырып, скамейка запасныйда отырып, 2 жыл, 3 жыл футбол көріп, қайттан Қайратқа қайтып келмей, болмаса Ресейге барып жүру емес, нақты сол жерде бірнеше маусым өткізіп, дәлелдеп, топ деңгейге шығып, топ 5 чемпионаттың кез келгенінде топ тепсе, бұл қазақ футболындағы ең үлкен жетістік сол кезде болады деп есептеймін. Ал мынау топтық кезеңдегі ойындар
ол берілген ең үлкен мүмкіндік. Кез келген футболшы. Мен сізге айтайын, Қайрат Реалдың түскенін қалай қабылдаса, Европада кез келген команда, даже Барселона Реалдың түскенін солай қабылдайды. Ол өлшеусіз фактор. Себебі телевизионный право, жаңа айттым ғой, ақша, маркетинг, билет сату, пайда, табыс тұрғысынан Реал ең бүкіл команда, бүкіл әлемдік командалар қалайтын клуб. Барселона, Реал жаңа 5-6 клуб бар сондай. Ол анық. Өйткені бір ел классикодан түсетін пайдамен Мессидің бір жылдық зарплатасын жапқан кездері болған. Камп Ноуда билет сату арқылы. Оның бәрі маркетинг. Өйткені футбол бизнес, ақша, құрал. А біз сол деңгейге жету үшін мынау топтық кезең өте берілген мүмкіндік. Қайрат барынша осы орында тұрақтап қалмай, қаржылық жағдайын жақсартып, келесі маусымда жақсы ойыншылар әкеліп, стадион реконструкция жасап, Қайратқа тек қана стадион ғана жетіспейді. Мен бағанада бірнеше подкасттарда осыған дейін де ол пікірімді айттым. Менің ойымша қазақ футболында Қайраттың нағыз алтын дәуірі басталды. Бірақ ол алтын дәуір Қайраттікі болу үшін оған бәрібір де Қазақстан премьер-лигасында бәсекелес болатын бірнеше команда керек. Ал егер ондай бәсекелестік болмайтын болса, Қайраттың алтын дәуірі ұзаққа бармауы ықтимал. Келген қонақтарға алғыс айтамыз. Пікірлеріңіз орынды. Көптеген сын айтылды, көптеген түзететін дүниелер айтылды. Бұл болашақта ескеріледі деп ойлаймыз. Ал құрметті көрермен, біздің шығарылымыз көңілдеріңізден шықса, пікір жазыңыздар, ойларыңызды білдіріңіздер. Көптен көп рахмет. Жеңісті күндерде жолыққанша.